қала аумағында ағымдағы жылғы 14 мен 20 наурыз аралығында республикалық құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Аталған іс-шараның басты мақсаты қылмыстың алдын алу, жолын кесу болып табылады. Жедел алдын алу іс-шараның барысында 1926 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, қоғамдық тәртіп пен жол қозғалыс ережелерін қатаң сақтап, бұзушылыққа жол бермеуге шақырамыз.